Ой, үйде азық-түліктер таусылып қапты. Көбісі бітіп қапты. Балам айтып алдырып келу керек еді. Балам. О, Roblox ойнапсақ кішкене. Опаны крик алды. Бұл хевен деген новый ойын шыққан Roblox'та. Азырық РП дейді. Осыны кәні кіріп ойнайық кішкене. Балам барып, магазинге барып, кішкене продукты заттар әке қойшы азық-түлік кішкене бітіп қапты. Нан жоқ екен, сусындар бітіп отыр, ет жоқ екен. Әке қойшы ақшасын саған жіберіп қоя салам. Кетті оны мамайым тез барып келесің, қайтыр Roblox ойнай беремін. Кет тез барып келгені достар. Ай, мама да бір. Әйтеуір магазин жақын болған каш болды ғой. Мынау көш шапаланың әдемісін ай. Осыны бірдеңе қаратып алу керек. Ұнайды осы жігітше. Әдемі өзі. Мен есесем болады екен, далаға шығып, кішкене бірдеңе ойнастыру керек. Қазір өтірік бірдеңе жасау керек. Далаға шықтым, ал бұл жігітті қалай қаратсам болады екен. Кешке оны күтіп алып, андай бір несе әдейім киініп алып па, кешкі асқа шақыру керек үйге ше. Қазір бірдеңе ойнастырып үйге кітап шығайыншы мен. Ал анашым айтқандай заттар толтырып алып алдым. Өзай басып, кешір кітапты алып берейін, мәу кітапты ала қой онда. Ой, рахмет, кітапты алып берген үшін, басым кішкене ауыр қалды менің де. Басы қатты екен десең. Сен көрші бала емессің ба, дұрыс па? Көрші үйде тұратын ау. Иә, сол балам ғой мен. Кешір енді қатты сол жергеніме. Мені анашым жұмысаған еді, азық-түлік әкеп қойды, таусылып қалған еді, соны әкелуге баратқан ма, соны. Менің анашым басқа қалды жұмыста. Үйде бір өзім кешке келсей. Кешкі асты бірге отырып ішейік, телевизор көрейік. Қалай қарайсың? Саған дайнап қоямын, тамақта күшті болып пісіріп. Не айтарымызды білмеймін негізі. Ұялып тұрмын ба кішкене. Жарайды онда барайын. Давай онда кешкі жетілерде ма барам ғой, давай. Анаша, мен келдім, продуктылар заттарды алып келдім. О, балам келдің ба? Сен отыра тұрмын, екеумізге тез тамақ жасап жүрейін енді. Қарны ашып қалған шығар сенің де, иә? Түс болды, жайбет болып тұр дала. Аха, мама күтте тұрамын мына жерде. Заттарды мен қойдым мына жерге. Оны алман дәмдісін ей, күшті екен мама. Мама айтпашы, көрші қыз бар оны ше. Мені кешкі асқа шақырып жатыр. Келсей деп жатыр, ішім пысып жатыр. Қайсы? Ана қарама қарсы үйдегі Айжан ба? Сол қыз ба? Молодец. Иә, дұрыс араласыңдар. Сол кешкі жетіге шақырып жатыр. Костюм шалбарымды киіп әдемі болып барайын, онда мен кеттім дайындалып жүр. Сағат уже кеш болып жатыр екен ғой. Иә, ақыры барады, сол тойға барады екен, киініп барсайын күшті ол. Жоқ, сағат енді 4:30 болыпты ғой. Кешке кейін үлгеремін, жетіге кейін. Оны мен қолымды жуып алайын да кетіп, мамам Roblox ойнайтыршы, Roblox'ың күшті ойын пайда болған еді. Манада ивент болып жатыр достар. Брухабенде ивент болып жатыр, күшті үйдір. Сағат 4:52 кетті. Қазір дайындалу керек шын, енді дайындалып тастайын. Мәні бүгін жігітті полибом қарасау көріп тұр. Не тамақ жасасам екен, бір күшті тамақ жасау керек болып тұр. Бір тәтті, бір бәлішпе бірдеңе пісірем бе екен, қалай болса екен. Үйдегі не бар өзі сомен жасайын да. Әдейім киіну керек болды екен. Бүгін сол баланы сүйеу керек па, күшті қылып ше. Отыра бермей кеттім онда мен. Ал менде қандай азық-түлікі бар екен. Вау, күшті заттар жоқ екен асатты. Бірақ қолын жулай, сосын бірақ не бар соны жасап бере салайын енді. Қолын жудым, ал қанты, шай кішіне не бар екен. Наны жасасақ болады, шоколад бере салайын осыған. Ол жігіт маған полигон ғашық болып қалады деп ойлаймын. Ал қолдарымды жуайын, шаштарымды дұрыстайын. Вай, мен де красавчик бала болдым. Бүкіл қысан ет тұр. Тезірек барың кеп тұр, өзімді кішкене қобалшыптың өмірінде бірінші рет достар қыздармен кездесейін деп тұр. Мен ше қазір қалай сезім, біртүрлі сезім болып тұр мен қазір ше. Достар осы әдемі киініп алып достар, сіздер лайктарыңызды әдемі басып отырсыздар ма, тіркелдіңдер ма, комментарий жаздың ба? Рахмет онда. Уже қазір бізде дала қараңғы бола бастады. Тезірек барың кеп тұр. Мен де достар кішкене не істеп жатыр екен ол қыз, қазір дайындалып жатыр ма екен, не істеп жатыр екен. Күте тұрайық достар, қазір 6:30 болды, жарты сағат күтсек болды ғой. Тамақты қойдым, пирогтарды қойдым, мынандай мороженое секілді таяқшаларды қойдым. Достар бәрін жасап қойдым, қалай ұнай ма? Лайктарыңызды басыңыздар, осы әдемі киініп алдым қазір. Сағат уже 7 болып қалдық, әкеп бұлар жігітті күте тұрайық. Ура, ақыры келді ғой! Қалайсың, мен дайынмын, қара әдемі сен үшін киініп алдым, осылай әдемі болып. Қалай, ұнап тұрмын ба? Осылай тамақты күшті жасап қойдым екеумізге арнап. Әдем құлбыр кетіпсің сен де, әдем болып. Менше қалай осылай костюм шалбарымды киіп әдем болып келдім қазір. Шын айтсам, мен көрген ең әдемі красавчик. Маған ұнайтын қыз жігіттердің бірісің сен. Кеттік оны үйге жүрсейік еттік. Үйің күшті екен сенің кәді. Жасарған жанят қойыпсың ғой, әдемі андай күшті заттар жасап қойыпсың. Осының бәрін безендіріп, саған арнай жасап қойдым сен үшін ғана. Ал тамақтан ауыз тегін қалай
өзім жасадым мынаның бәрін. Мына дәмді екен таяқша мороженелердің дәмі күшті екен. Мана ұнадан о. Кайф, қона жесеңдер ма, жемесеңдер ма, қона әдейі. Енді мына пюрений дәм қандай екен, көрші қандай. Дәм күшті, онан да ма. Таза, повар аспаз екенсің өзен. Күшті, маған ұнады бүкіл тамақтарың әдемі. Осындай қызық кино тауып қойдым, осыны көріп отыр енді, күшті екен ау, Болады, ол қызық екен ол да. Уақыр киноны көріп біттік па, жүрсе үйге сауырын тур жасап көрсетейін, мен жүр кеттік. Жарайды, кеттік, оны көріп түсек, сен үйінде қандай заттар бар екен қызықты. Біздің кухнямыз осындай. Назалда шығарты күшті, осы жер жазда осақта тамаша отырамыз мама папамен. Анда екінші этаж ашып кеттік, мынақта осындай заттар бар. Мынада менің бойлатын заттар, мына менің бассейні. Күшті мекен қалай екен. Рахмет, қызық болды. Кино көрдік, күшті тамақ іштік. Қызық болды, күшті болды. Енді кино күні кеп тұрсам болды әзірге? Болды, арасында кеп тұрам о. Давай онда. Қазір достар қатты бір түлі болып тұрмын ше. Ақыры арманыма жеттім, ой.